Қайырлы күн, құрметті студенттер. Мен Наурызбай Амангелдіұлы, Шоқан Уәлиханов атындағы Көкшетау университетінің құқық кафедрасының лекторы. Бүгінгі талдайтын тақырыбымыз борышкердің мүлкін өткізу кезектілігі. Бұл тақырыпты өткізу барысында әрине қойылған талаптарға сәйкес өздеріңіздің алдарыңызда кесте берілген. Осы кестеге сәйкес қалай өткізу керектігі туралы нақты анықтама береміз. Анықтамасында өздеріңіз көріп тұрғандай, біріншіден сот орындаушы борышкердің мүлкінен, оның ішінен ортақ мүліктің үлесінен өндіріп алу Қазақстан Республикасының азаматтық іс жүргізу заңнамасында белгіленген тәртіппен алынған сот санкциясымен жүзеге асырылады. Бұл әрекеттердің барлықтары жеке сот орындаушы заңды тұлға банкротқа ұшыраған жағдайда борышкердің мүлкі белгілі бір ретпен сатылатындығы туралы айтылады. Анықтаманың айту барысында нақты банкротқа ұшыраған кезде, байланысты болған кезде шығындарды төрелік басқармасына сыйақы түріндегі ақшалы қаражаттар, төрелік басқармалардың міндеттерін орындау үшін тартылған тұлғалардың қызметтерін төлеу, осылардың барлықтары осы ақша қаражаттарынан өндірілетіндігі туралы айтқым келеді. Жалпы өтінішке келген кезде өтініш бергенге дейін туындалған кредиторлардың талаптарының кезегі болады. Ол талаптардың нақты айтатын болсақ, алдарыңызда кезектерге сәйкес ағымдағы төлемдер бойынша, яғни борышкердің банкрот деп тану туралы өтініш бергеннен кейін туындалған талаптарды қанағаттандыру кезегі деп аталады. Бұл жерде әрине бірнеше кезекте болуы мүмкін. Бірінші кезекте өзіңіз көріп тұрғандай қажетті заттар болып табылмайтын мүлік, бағалы қағаз заттар деп айтылады. Екіншісінде өзіңіз көріп тұрғандай бұл көлік құралдары. Және сонымен қатар кезекте тұрғын үй немесе соған тиесілі заттар. Бұлардың барлықтарын айту барысында біз келесі кестеде көріп тұрғандай бірінші кезектегі тауарларды өндіру, оларды өндіру барысында жұмыстарды орындауға байланысты немесе қызметтерді көрсетуге байланысты тікелей қатысы жоқ жылжымалы мүліктер деп айтамыз. Оның ішінде дайын өнім, тауарлар болуы мүмкін, бағалы заттар болуы мүмкін, валюталық құндылықтар болуы мүмкін, және бағалы металдар мен асыл тастар, зергерлік бұйымдар және басқалары жатады. Бұл анықтамаларды айту барысында біз не айтқымыз келеді? Жалпы бұл кезек талаптарға сәйкес болатын іс-амалдар, сот орындаушы бұлардың бәрін орындау барысында осы қойылған талаптардың аясында ғана құзырет шекарасымен жасау керектігін айтқымыз келеді. Нақты анықтамасына келген кезде заңда белгіленген орындау мерзімдері ұлғайған кезде мүлікті өткізу кезектілігін өзгертілуі әбден мүмкін. Және бұл жерде анықтама ретінде айтайын дегеніміз мүлікке иелік ету тыйым салудан, иелік етуді тыйым салынған хабарлаудан және борышкердің мүлкіне тыйым салу туралы қаулы шығарылғаны туралы айтқымыз келеді. Жалпы алдыңызда тұрған мынау сот орындаушының жасайтын іс-әрекеті нақты анықтамасында бұл санкциялау дейміз. Жалпылап айтқан кезде құжаттың түпнұсқасы осыдан қарап білуге болады. Назар қойып тыңдағаныңызға рахмет. Сау саламат болыңыздар.